Сәлем бәріне. Әдеттегідей демалыс күніндегі AI саласындағы оймен бөлісу соңғы күндері жаңалық болып жатқан ең басты мәселе, көп аңғармаған да шығар. Бұл жердегі ең бір қызық сәт Америкадағы бұрынғы Apple-дың басшылары және де бүкіл үлкен IT саласындағы мықты мамандардың бірігіп 850 адамның қол қойылған Америка үкіметіне AI саласындағы барлық алдағы жүрген компанияларға қарсы әлде ұсыныс ретінде жазылған хаты. Бұл мәселеде көтеріп отырған ең басты тақырыбы қазіргі генеративті AI-ді соншалықты қатты дамытпау. Өйткені бұның түбі өткендегі әңгімелеріміздегі айтылғандай жұмыссыздық, бір екінші бағынбайтын AI-дің пайда болып кетуі. Өйткені адамзат баласы бұндай өте тез қарқынды дамуға дайын емес. Қазір бұрындар айтатын, мысалы, адам баласы әрбір 70-75 жыл аралығында өзінің өсу деңгейіне жететін деп. Ол соңғы жылдары, соңғы 10 жылда 2 жылға жеткен. Өйткені технологияға бағынышты болған, технологияның дамуына сәйкес адамның үрдісінің деңгейі солай өсіп отыру керек деп. Бірақ адамның генетикалық тұрғыдан алғанда, ментальды тұрғыдан алғанда ондай тез өсу жоқ. Өйткені адамның баласының тез қарқын дамуы, мысалы, алғашқы 1-2 мүшелік жасында, 25 жасына дейін. Одан кейін ол тұрақтанады, әртүрлі тақырыптарды да болсын, дүниені болсын, жаңалықты болсын, сараптап, зерттеп барып, қандай да 3-4 жылдан кейін барып, бір қорытынды шығарып барып, әрекет жасалады. Ал жаңағы хайповый темалармен жүрген адамдар, ол сол хайппен ғана өсіп өніп жатады, бірақ ол үрдістің өсуі емес. Сондықтан бұл тақырыпты көтеріп, AI ортасында, IT ортасында осындай тақырыптың қозғалып жатқан өте маңызды. Өйткені дүниеге бір жақты ғана қарамау керек. Оның алды арты, жаны, оң соңы деген болады. Соған әр қырынан қарап, ой бөлісіп, ортаға салып, талқылауға салып, ортақ адамзат баласы шешім қабылдау керек. Қазірге қарап отырсаңыз, мысалы, Сэм Альтманның істеп жүрген әрекеті, әрине ол компания үшін, жаңа технология үшін жол ашу. Оған ешқандай қарсылық жоқ. Өйткені жаңа үрдіс осындай қарқынмен тез даму керек. Бірақ оған қарсы тұратын, ой салатын, екінші жағын көрсететін, адам ойламай санасына түйсік қабылдап үлгермеген жағдайларда осындай адамдардың бірлесіп ой салғаны дұрыс. Ары қарай көре жатамыз не болып жататынын. Және де тағы бір айта кететін зат, осыған сәйкес қазір бүкіл технологиялық IT компаниялар акцияларын көтеріп жақсы пайда тауып жатыр. Бірақ бұның да бір барар шегі бар. Өйткені бұл да жаңағы хайп болып нарықта осындай көп үлкен өсу болғанымен, ол бізге қандай да бір нәтижелі құрал ұсына алмайды. Ол жаңағы AI агенттері қазіргі өмірге өте пайдалы деп барлығы айтып жатыр. Әрине пайдалы. Мысалы, бұрын мынандай өте шоғырланған салада ғана адамдардың өздерінің істей алмайтын істерін, мүмкіндіктерін шектеулігі, жаңағы адамның 24 сағат өмір сүру деген сияқты, ұйықтап демалу, осының барлығы шектеулі де. Ал AI ол 24-те 7 жұмыс істей береді. Кез келген уақытта жер шарының кез келген локациясынан жаңағы ақпараттарды өңдеуі, оның нәтиже шығаруы, адамдарға пайдалы ұсыныстар бере алуы, ол жақсы нәтиже беріп тұр да. Соны алдыға салып, көп мәселеге көз салмай бір жақты ғана кетіп бара жатқан сияқты. Бұл енді
менің өз ойым, көзқарасым. Сондықтан бұған алдартын қарап бір қанша дегенмен ой өрісті талқылайтын орта керек. Айтып отырғанымдай 70 жылды 2 жылға қысқартты. Енді қазір мысалы IT саласында айтады, әрбір жаңалық қазір 2,5 айда өзгеріп жатады деп. Оны өзіміз де соңғы кездері байқап жатырмыз. Бірақ адамның организмі ондай режимге шыдамайды. Сол кезде көреміз нәтижесін. Мен айтпаймын енді бір 12 жыл керек деп. Жоқ дегенде бір 2 жыл керек. Осының бір қандай да бір түйіндісі шығу керек. Өйткені бұл хайпты тренд қандай да бір нәтижеге шығады, оның бір қарсылығы шығады, оның бір минус жағы шығады. Сол кезде ой түйіп, адамдар басқаша көзқарас қарайтын болады. Бұл менің ойларым көбінде IT-ді бір ерекше дүние деп санайтын, бірақ өзі қабылдай алмай жүрген адамдарға бір ой салу. Ал енді IT саласында жүрген адамдарға олар бұны жақсы түсінеді. Сондықтан қазақ аудиториясына осыны ұсынып отырған ойларымды қабыл алғайсыздар. Ойдан ой түйеді. Жақсы ойларымыз болсын, нәтижелі істеріміз болсын. Келесі кездескенше.